Біз бүгін мына қойдың етін буда пісіреміз. Мына үйтілген қойдың еті тұздаймыз, маринадтаймыз түгіл, бәрін салып буда пісіреміз. Балаларым келе жатыр, сол балаларға пісіріп берейік деп отырмыз. Олар да ауыз тисін, жесін деп. Мінекей үйтілген қой, ақ қой, қол жілігі, мінекей қолы. Мінекей үйтілген әдемі ақ тоқты мінекей. Мінекей тоқтың еті. Қазір маринадтаймыз, кішкене тұзын нелерін бәрін салып, сосын мантаваркіде буда пісіреміз. Буға пісіреміз мінекей. Қол жілігі міне. Міне кішкене бұлай араларын дұз сіңу үшін тілемін. Кішкене сылып аламыз, дұз сіңу керек араларына. Сосын суды да тұздаймыз. Сонда буғыменен бәрі сіңеді. Тұз саламын мінекей. Бұл тұз сіңеді. Енді астындағы суды да тұздаймыз. Сонда бәрі сіңеді. Енді специяларын саламыз. Қара бұршын саламыз. Қара бұрш. Жағамыз. Сіңсін ішіне. Ой, керемет иісі деген масқара. О, тамаша. Екінші жағында бұрыштап аламыз. Бұрышын бәрін салып. Қызыл бұрышын шаламыз. Кішкене дәм берсін деп, балалар жесін деп істеп жатырмыз. Міне қызыл бұрышын салып жатырмыз. Паприка саламыз. Дәм берсін, кішкене иіс берсін. Мінекей, да жағынан саламыз. Бәрін маринадта бәрін салдық. Тұзын, специяларын бәрін салдық. Мінекей, маринадқа қоямыз. Мінекей. Су құямыз, мұздай су құямыз. Мұздай су. Мантыға қойғандай қоямыз. Толтырып құйып. Пияз саламыз. Лавр жапырағын саламыз. Қара бұршын саламыз. Қара бұршын саламыз. Тұз саламыз бір қасық. Міне суымызды құйдық, газға қойдық. Енді мынау мантаваркаға мынаны салып, буда пісіреміз 2 сағаттай. Міне, буда піседі. Міне қақпағын жабамыз, 2 сағаттай пісіреміз. Міне етіміз қайнап жатыр. Буда. Енді нанын басып аламыз. Жұмыртқа саламыз. Мінекей нанға. Нан басамыз. Міне тұзын салдым. Суға ерді мінекей. Енді осы тұзды сумен нанды басамын. Енді нанды басып алам. 2 жұмыртқасын салдым. Тұзымен су. Тұзды су, жылы су. Нанымды басып болдым. Енді иғанып тұрады. Міне нанымыздың иыққанды. Енді бұны ысамыз. Бір 10 минуттей тұрды. 5-10 минуттей тұрды. Міне иыққанған кезде осылай нан осылай біркелкі болады мінекей. Ешқандай несі жоқ, іртігі жоқ. Иыққанған нан деген осындай болады. Кәдімгі еттің наны сияқты қысамыз. Сосын бұл кішкене кебет. Сосын кішкене арасына май жағып, кесеміз. Кесіп, буда пісіреміз. Нанды қуырдақты да солай пісіреді. Сол сияқты ғой енді біздікі етпен істейміз. Мінекей. Осы міне. Еттің наны сияқты мінекей. Онша қалың емес, онша жұқа емес.
Құйқақ? Да. Ой, тебе. Міне 2 сағаттай буда қайнады. Қазір көреміз. Пісті ме екен, не қылды екен? Сытырылып жатыр сүйегі. Ой, пісті. Міне уже пісті. Мінекей. Міне пісті, жұп-жұмсақ мінекей. Үлпілдеп тұр, ойбай пісті. Пісті міне. Мінекей. Елжіреп тұр пісті. Жұп-жұмсақ, елжіреп түсіп жатыр. Еті түсіп қапты бір. Міне етіміз пісті. 2 сағаттай буда пісті. Мінекей құйқасы дегенің мінекей. Жұп-жұмсақ. Еті сүйегіне міне алынып жатыр. Міне құйқасы. Міне құйқасы үлпілдеп тұр. Қазір пышақпен турайым. Міне еттері прям түсіп жатыр. Міне жұп-жұмсақ. Еті түгіл түсіп жатыр. Жұп-жұмсақ. Құйқасы бәрі үлпілдеп тұр мінекей. Жұп-жұмсақ. 2 сағатта пісіп шықты. Міне құйқасының майы, астындағы майы мінекей шығып тұр. Май түгіл. Құйқасы түгіл май болып тұр. Мінекей үлпілдеп тұр міне. Құйқасы жұп-жұмсақ, бәрі әдемі пісті. Мына құйқасы түгіл май. Міне еттері жұп-жұмсақ, прям түсіп қалды еттері. Жұп-жұмсақ міне. Құйқасы деген үлпілдеп тұр. Жұп-жұмсақ мінекей. Еті езіліп жатыр, май дегенің міне әппақ май. Асты түгіл. Еті жұп-жұмсақ. Құйқасы да жұмсақ мына майын қара міне. Мінекей еті бәрі піскен. 2 сағатта міне парда пісті мінекей напару. Мантаваркаға. Дәмін көрейік. Жұп-жұмсақ болып піскен. Үлпілдеп тұр. Құйқасы да бәрде. Еті керемет пісті міне. Керемет. Дұзы да бәрде тамаша. Приправасы да бәрде күшті. Міне мынау құйқасы. Міне жұп-жұмсақ. Ой, керемет болып пісіпті, тамаша. Қандай әдемі. Жұп-жұмсақ. Үлпілдеп тұр. Керемет. Ой, құлақ жақсы көрсем. Құлақ сияқты мен өзі құлақ жақсы көрем. Тамаша. Керемет. Айтып жеткізе алмайсың, бұны жеу керек, көру керек. Керемет. Мынанда жеп көрейін. Тамаша. Нағыз шайнамай жұта бересің, жұп-жұмсақ. Үлкен кісілерге тамаша. Керемет. Масқара. Қойдың басын осылай пісіре алмайды. Мынау дегені керемет. Енді мен духовкаға пісірерім осылай. Мантаварка. Қойдың басын қанша суға пісіресің, бәлен сағат пісіресің, ешқандай не қылмайды. Дүниеде қойдың басын пісіру деген білмеймін. Енді ма өзімде не отырмын осылай неге пісіру керек? Мантаваркаға парға пісіру керек. Керемет болып шықты. Мынау сол ешқандай не жоқ. Құйқасы қойдың басындай құйқасы. Тамаша екен. Біреулер духовкаға пісіреміз деп өткенде біреулер жазыпты, сосын біреулер айтты маған. Осылай духовкаға пісіреді екен деп. Духовка емес, мантаваркаға пісіру керек екен. Енді екіншілайма қой сойғанда мантаваркаға пісіру керек. Неге парға пісіргенде өзі несімен тұратын екен. Бәрі ішінде майы да несі де бәрі де буған ғана піседі. Ешқандай қозғалмай. Суға пісірсең,
бүкіл несінің бәрі сорпаға кетіп қалады, и сосын біртүрлі не болып қалады енді. Жұмсақ болмайды мынандай. Мынау буға пісірген өте жақсы екен. Енді ма екіншілай осылай қойдың басын не қылсам, осылай екіншілай енді біліп алдым уже. Сіздерге де айтам, осылай буға пісіріңіздер. Керемет болып шықты. Қалай піскен? Огонь. Әдемі тәтті. Құйқа қалай? Құйқа әдемі. Болбырап тұр құйқа деген. Жүп-жұмсақ әп-әдемі. Күшті тәтті болып тұр. Әдемі. Қолдарыңа дерт бермесін. Құйқаны жетік қой бұлай. Бұлай жек көргендік, бірақ естідім. Осындай істейтін. Қалай керемет, вообще жүп-жұмсақ. Әдемі піскен. Бірінші рет жеп тұрмын. Мынандайды басқа тамақ құйқа жеп жүрсек те, бірақ мынау бірінші рет жүп-жұмсақ бабымен піскен екен. Әдемі, керемет әшейін. Үлбіреп тұр. Тәп-тәтті. Ерекше піскен, иә? Ерекше піскен. Бірінші рет жеп тұрмын, шынымды айтайын. Аппетитті ашып тұр әшейін. Сол кісі пісірген сізге. Иә, сол Тамара апамның несі. Қандай керемет. Ой, рахмет апа, қолыңыз дерт көрмесін. Мынау дастарханыңызда дәм татып бүгін келіп қалдық, отырмыз. Мынандай дастархан жайып қарсы алып жатсыңдар. Рахмет көп-көп. Өте керемет, дәмді бәрі. Әсіресе мынау тамақ өте дәмді екен, өте керемет. Вообще мынау бәрі өзінің бабымен піскен екен. Өте дәмді. Әдемі, тәтті. Жақсы піскен, мынау буға пісірген да? Әдемі, жақсы. Жүп-жұмсақ үлпілдеп тұр. Бұндайды бұрын жеген жоқпыз, әдемі екен.